Қазақ-қырғыздың ата-тегі туралы. Қазақ-қырғыздың тарихын жазуға кіріскенде қазақ-қырғыз алаш 300 деген аттар қайдан шыққан, қазақ пен қырғыздың тегі кім, бұлар қашаннан бері өз алдына жұрт болған. Біліміміз жеткенше алдымен шешетін жұмбақтың бірі осы. Біз бұл туралы тапқан-таянғанымызды оқушылардың алдына салып кітап басылымынан білгіштердің сынағынан өткізіп алуды лайық көрдім. Қара халықтың ұғымынша қазақ тамыр адам баяғым бар деп береді жаттап алған. Құрғақ шежірені салауата берумен қазақ пен қырғыздың тегін еріксіз пәлен әулие түген сапаға апаратып телімен нағыз тарих шықпайтын оқымысты білімді адамдар аян. Тарих кітабы ғылымы білім арқылы ғана дұрыс, я орасан қатесіз шығуға мүмкін. Бұл күнге шейін қазақ-қырғыз тарихы туралы толық мағлұмат кемдіктен қазақ-қырғыздың өз арасынан шыққан зерттеушілер ерте күннен болмағандықтан соңғы кезде тарихымызды жарыққа шығаруға талаптанған азаматтар әр ағаштың басынан бір шалып құрап сұрап өзге жұрттың қазандарын тексеріп қараңғыны қаралмағандай болып жүр. Сөйткенмен шын кіріссек, үздіксіз ізденсек жоқты ойлап шығарғанмен күміскіні ашуға барды табуға болар деп сенеміз. Сондықтан тарихи әдебиеттен болсын, халық аузында ертеден сақталып келген қайсында сөздердің болсын, төменгі біздің жазғанымызды кемін толтырыларлық, қатесін көрсетерлік білгендері бар қазақ-қырғыз азаматтары осы мақаланы оқығаннан кейін кешіктірмей жазуларын өтінеміз. Қазақ-қырғыздың ата-тегін теріс ұғыну. Қазақ-қырғыздың атын тегін қандай жұрт екенін зерттеп алдымен жаза бастаған қазақстан жұрттың жарайшылары, бірақ олар арадан ескеріп көптен жазып келе жатқан жоқ. Кейбіреулері кез келгенде белгілі бір мақсатпен жазған, бір парасы ғылымға әуестікпен шынымен зерттеген. Бұлардың бәрі де өте кеш кірісіп, бергі 2-3 ғасырлық дәуірлерде ғана болмаса, қазақ-қырғыздың арғы кездегі атын тегін өткенде өмірін жақсы біле алмай әлі күнге шейін орамалап келеді. Қазақ жайын білуге еуропалықтар, айрықша орыс білімпаздары 18 ғасырдың ортасында, яғни 1730 жылдары Әбілқайыр хан тұсында кіші жүз орысқа қарағаннан бері ғана кірісе бастаған. 18 ғасырдың орта кезінде қазақ жайынан жазған Миллер, Паллас, Георгий, Рычков, Фишер деген кітаптар шыққан. Бұлар қазақ-қырғыз жайын жете біліп, иә зерттеді деуге болмайды. Біреулер қазақ пен қырғызды екі түрлі жұрт деп, біреулер бір тұқымнан деп, екі піртігілердің екі жағы да қазақ пен қырғыздың иә тектестігін, иә басқаларын ыспаттай алмаған. 19 ғасырдың басында қазақ-қырғыз жайын зерттеген Клапрот, Рейтер секілді білімпаздардың да мағлұматтары өте ұшқары, орасан қате болғандығы көрінеді. Мәселен, Клапрот Қазақстанда талас жоқ, Найманды бұрынғы Оп, Енесей өзендер бойында қырғыз тұқымы дейді. Рейтер түркі нәсілінен екендігінде ешкімнің дауы жоқ. Қазақ пен қырғызды индо-герман затын болуға тиіс. Енесейге ауып келіп көп жұртпен қаны араласып түркі болып кетсе керек деп жориды. Өстіп қазақтың қырғыздың тегін әркім әртүрлі жорып, бірінің адасқан ізін бірі басып, көне жалған болымсыз дәлелдер көрсетумен келген. Қазақ жайын өзгелерден гөрі жете зерттеген Левшин, мұның кітабы 1838 жылы басылып шыққан. Бұл күнге шейін қазақ-қырғыз тарихы туралы жазушылар Левшинді аттап өткен емес. Қайсылары Левшиннің кейбір пікірлеріне қарсы болса да, көбінесе оны негіз қылып алып жүргені белгілі. Қазақ-қырғыздың аты тегі кәм, қашаннан бері тарих жүзінде белгілі жұрт болғаны туралы бұрынғы соңды тарихи мағлұматтармен таныса келе біз төменгі қорытындыларға келдік. Қазақ пен қырғызды бөтен жұрттар бұл күнге шейін дұрыс аталамайды. Мәселен, орыс халқы қазақта киргиз кайсак деп бір сөз орнын атайды. Қырғыздың өзінде жоғарыда айтқандай киргиз кайсак деп, кейде тағы да қырғыз қара қырғыз дейді. Қырғызды қытайлар юргут дейді. Қосында қазақ пен қырғыз еш уақытта өздерін жоғарғы айтқандай бөтен жұрттар таққан атпен аталған емес. Қазақ өзін қашаннан қазақ деп, қырғыз өзін қырғыз деп келеді. Қырғыз бен қазақ арғы тегі бір болғанымен, екі атаның баласы бірін-бірі туыс жақын түркінің екі руы екені мәлім. Орыстардың қазақ қайсақ, қытайлардың қасақ деп жүргендері қазақ деген сөзді бұзғаны. Қайсы бір күншығыс жазушылары қазақ айтыдан бұрын өз алдына жұрт болған деулер қаншалықты дәлелді екенін ысбаттау қиын болса да, қазақ аты қазақтың өз алдына жұрт болғаннан бері өзгерілмей келе жатқандығы, еш уақытта қазақ өзін өзге атап көрмегендігі анық. Қазақтың қазақ аты парсы, бұхар һәм өзге азия халықтарының көбіне мәлім. Ерте заманда қазақпен аралас болған ескі жұрттардың бірі қытайлар да қазақты қазақ деп атайтындығы жоғарыда айтылды. Қырғыздың аты тегі һәм қашаннан бері жұрт болғаны туралы. Қырғыздың арғы тегі түркі тарихының ертедегі болары кездерінде барып жоғалады. Бұдан 200 жыл шамасы бұрын түркі шежіресін жазған атақты Әбілғазы Баһадүр ханның айтуынша, Оғыз хан немерелерінің бірінің аты қырғыз екен. Сондықтан осы күнге қырғыз елі соның тұқымы дейді. Бірақ қырғыздар арғы заманда әр
жұрттан шабыншылық қырғыншылық көп көріп тұқымы азайып қалған дейді. Оғыз ханның заманынан айсадан 2-3 ғасыр арман жатыр. Әбілғазының қырғызды Оғыз ханның таратуы тарихи дәлелдермен бекітілген болса да, әйтеуір қырғыз Азияны мекен өткен жұрттың арадағы бір тарауы екені анық. 569 жылы император Юстин Стамбулдан Ямар деген елшісін Азияның солтүстік күншығыс аралығындағы көшіп қонып жүретін түркілердің ұлы ханы Кезауылға жібергенде хан елшіге қайтарында қырғыз текті бір қол сыйлаған. Әбілғазының айтуынша, қырғыз Шыңғыс хан заманынан көп бұрын күшті жұрт болып тұрып, қырғыз ханы орыс хан елімен өздері тіленіп Шыңғыс ханға бағынған. Сол кездегі қырғыздың мекені Селенгі, Ойғыр, Мұран өзендерінің арасы дейді. Кейінгі тарихшыларда Әбілғазының бұл сөзін растайды. Ойғыр, Мұран осы күнгі Енисей өзені, Сібірді орыс алғанда қырғыздар да сол арада болған. Шыңғыс ханның заманындағы мекені де сол еді деседі. Қырғыз елін Шыңғыс хан мұнан 7 жыл бұрын кіші баласы Төлеге тапсырғандағы ескі тарихшылардың бәрі бекітеді. Қытай тарихшылары қырғыздың ескі жұрт екенін көрсетіп, қырғыз бен қазақ екеуі де түркі нәсіліне тарағандығын ысбаттайды. Қырғыздың 14 ғасырдан 16 ғасыр аяғына шейін қандай күйде болған тарихта анық айтылмайды. Бірақ 17 ғасыр бойы үздіксіз қырғыз атаға Сібір шежірелеріне шығып отырады. Том Енисей аралығындағы өзендердің бойында, Саян тауларының маңында мекен етіп жүріп, қырғыздар 17 ғасыр бойы Сібірдегі жаңа орныққан көрші орыс қалаларын мазалап жауып ала беретін болған. Ол кезде тұрғылас елдердің бәрі қырғызға жау болып, қырғыз орыспен де, моңғолмен де, жоңғармен де дамылсыз соғысып, кейде жеңіп, көбінесе жеңіліп отырған. Ақырында қырғыздан әбден мазасы кеткен соң 17-18 ғасырдың өлі арасында жоңғардың қонтайшысы орыс өкіметіне бірігіп, қырғызды тықсырып, осы күнгі мекені Алатауға шығарып жіберген. Қазақ қалай қырғыз атанды? Бұрын қырғыз елі Сібірді мекен етіп тұрғанда, Сібірдегі орыстың қалаларын, ауылдарын дамылсыз шауып мазасын кетіре бергендігі мәлім. Ол кездері орыстар әне қырғыз шауып кетеді, міне қырғыз келіп қалады деп күйге ұшыраған. Қырғыз келеді десе орыстың жылаған баласы уанатын болған. Сондықтан орыстың ұғымында қырғыз деген сөздің өзі жау шабағаншыл мағынасында орнап қалған. Ал қырғыздың кейінгі әрі көп әрі орысқа бағынбай өз алдына отырған қазақ жұрты орысы қырғыздан жаман жәбірлеп, әсіресе Сібірдің оңтүстік облыстарына үлкен зиян келтіре берген соң, қазақты да қырғыздай жек көріп, сөз орнына қырғыз, киргиз деп атаған. Қазақ секілді Сібірде ол кезде орыспен сыбайлас отырған татар, моңғол елдері өздерінің азғынан болса да, жуастығынан болса да орыспен жауласпай ұрыс қағысып саты тұрған. Қазақты орыстың қырғыз деуінің жаңа айтқанының басқа тағы бір себебі болған. Алғаш Сібірді мекен еткен орыстар Сібірде алушының бастығы Ермак, оған ерегендер, оның тұқымы бәрі қазақ орыстар еді. Сондықтан олар өздерінде қазақты да қазақ деу қапелімде ыңғайсыздық келтіретін болған. Үнемі қай қазақ деп айырып отыру қажет бола берген. Міне сонан бері қазақты қырғызбен қадастыру, қырғызды да қазақты қырғыз деп атау басталады. Сонан бері бұл екі елдің шежіресін білмегендер кейбір тарихшылардың бастап қазақ-қырғызбен қатынасы кем жұрттан көбі екеуін де қырғыз дейтін болған. Қазақты орыс-қырғыз деп атайтын болған соң, қазақ орысқа бағынып, жазу сызу, заң-законның бәрі орыс тілінде жазылғаннан кейін, күні бүгінге шейін қазақтың орысша оқығандардың өзі орысша жазғанда, сөйлескенде қазақты киргиз деп әдеттенген. Қазақтың аты тегі һәм қашаннан бері жұрт болған туралы. Қазақ пәлен уақыттан пәлен ғасырдан бері жұрт болыпты деп кесіп айтуға болмайды. Орыс шежірелерінде қазақтың мәлім болуы 15 ғасырдың ішінде ғана. Бұған қарап қазақтың өз алдына жұрт болуы содан бері ғана деуге келмейді. Орыс жазулардың көбі ең алғашқы қазақ-татар арасынан шыққан қазақ деген аттың өзі сонда аталған. Бұрынғы һәм қазіргі қазақтың аты сонан келеді деп ысбаттайды. Бұл пікірді күншығыс шаруашылардың бәрі де бекерлейді. Олардың жазуынша қазақ ескі жұрт арғы заманда өзін-өзі билеген, ешкімге бағынбаны деседі. Қайсы біреулері қазақты қазақ аталып дәурен сүру айсадан арғы заманда болған дейді. Бірақ мұны бекітетін толымды дәлелдер тарихта ұшырамайды.
10-20 жылдарда өмір сүрген атақты Фирдауси өзінің тарихында қазақ жұрты һәм қазақ хандары туралы жазады. Оған қарағанда қазақ Фирдаусиден бұрын мемлекетті жұрт болғандығы көрінеді. Фирдаусидің айтуынша қазақ ескі жұрт өзінің жауынгерлігімен, ел шабуылымен заманда атақ алған. Соғысқа шыққанда қазақтың тұтынатын құралының көрнектісі найза болған. Кейін Азияда қолынан найза ұстап жорыққа аттанғандары нағыз қазақтың әдетінше көрші елдеріне шабуыл жасай бергендері жұрт қазақ деп атай беретін болған. Кейбіреулердің қазақ ноғайдан шыққан деп жүру себебі ноғай арасында әлгідей қазақ сияқты жорыққа аттанушылардың қимыл өнері шын қазақтікіне ұқсас болған соң оларды қазақ атанған. нағыз қазақтың жоғарыда айтылғандай салтын жауынгерлігіне қару-жарағына ұқсас жағын алып өздерін де қазақ деп атау әдет болған. шынында да қазақ деген сөзге өзге бір айрықша мағына беруге, басқа бір тілге аударуға келмейді. қазақ деген сөз пәлен жұрттың тілі, оны түген жұрттың тіліне аударса сондай мағына шығады деп ешкім айта алмайды. Ориенталист Сенковский бұл туралы былай дейді: белгілі Бабыр Замырзаның Шағатай тілінде жазған кітабында қазақ деген сөз ұшырайды. Бабыр қазақты бетімен жайылушы, өз еркімен жүруші мағынада түсініп, осыдан қазақаламақ деп өзгертеді. Мұнан анық көрініп отырған бұл мағынада қазақ атанған ол жұрттың тұрмыс салтынан алынғандығы. Россияны татар билеп тұрған заманда крестьян табынан бөлек еркін болып өздері келгенше бір жерден екінші жерге көшіп жүрген орыс текті адамдар казак атанған. соның осылардың аты Запорожец дон қазақтарының аты алған. орыс жерінен қашып днепр дон жағаларын жайлағаннан бәрі казак атанған, яғни өздерін қазақ сияқты азат адамдармыз деп санайтын һәм атайтын болған. орыс тарихшылардың көбі қазақ, түркі, моңғол жұрттың әр руынан құралып берде ғана жұрт болған. қазақ деген сөз мағынасы бетімен өскен, еркін жүрген қазақ әр елде де болған. дәуірлері дәлелсіз. Әсіресе қазақта 15 ғасырда жұрт болған һәм қазақ құрама анасында ондай ат әр жұртта бар деулер қайсынсыз. қазақтың ескі жұрт екендігі туралы Фирдаусидің қазақ дәлелін бекерге шығарған ешкім жоқ. Фирдаусидің қазақ жұрт һәм қазақ хандары жайында жазған 9 жыл өтіп отыр. Әлбетте қазақ Фирдауси жазған жылы ғана жұрт болу қиюы мүмкін емес. сол жылы қазақ деген жұрт қазақ жұртының хандары болған рас болса, ол жұрт оның ар жағында пәлен ғасыр бұрын өз алдына жұрт болуға керек. Фирдаусидің жазғаны осы күнге біздің қазақ болмай өзге жұрт болса да ол жұрттың қайда кеткенін бір тарихшы айтпайды. екінші қазақ жұртының ұран болғанда аты дәлел. қазақ әр жұртта болған. әр жұрттың наразылықпен бөлініп шыққандарынан бәрі қазақ атала берген. сондықтан қазақ жұртында түркі моңғолдан бөлініп шыққан тұқымдардың құралған деуді дәлелсіз көретініміз мәнісі. қазақ бөлінуші, бетімен жайлаушы, еркіндікті сүюші мағынада екендігі рас болғанда да жұрт біткеннің бәрі бұл мағынаны қазақ деген бір сөзбен атаудың қисыны жоқ. өйткені жұрт біткеннің бәрінің тілі бір емес. қазақ деген сөз бір жұрттың ғана тілі болып, өзге жұрттар өздерінің қазағын өз тілімен атауға керек емес пе? сондықтан біз өзге жұрттың бөлініп өз бетімен кетіп қазақ жұртының тұрмыс салтына еліктеп айтылған деген Ориенталист Сенковскийдің пікірін дәлелді көреміз. орыс тарихшылардың айтқандай қазақ берде ғана құралған жұрт емес екендігі жоғарыда сөйлегендерден де көрінсе керек. қазақ анық құрама ел деп болмаса бір тұқымнан деп таласуға болғанымен дәл қайсы екенін кесіп айту қиын. қазіргі тарихи дәлелдердің күштілігі қазақ түркі тұқымдарының біріккен құрама жұрт екендігін қуаттайды. әрине қазақ түркінің бір ғана руы, өзге рулардың қатынасы тіпті жоқ деп айтуға болмайды. бірақ құрама болғанда да негізі қазақ 10 ғасырдың әр жағында келіп өзге түркі қауымдардың кейіннен бірте-бірте қосылып отырған. қазақтың осы күнге кейінгі рулары мәселен қаңлы қыпшақ, керей, найман, айсадан бұрын дәурен жүрген елдер екенін тарихшылардың бәрі ақиқаттайды. бірақ көп жоғарыда айтқанымыздай қазақтың өз алдында жұрт бола берде болған. қазақ көбінесе қаңлы қыпшақ, дулат, арғын, найман, керей руларынан құралған. бұлардың арасында керей, найман, дулат, моңғол тұқымынан қазақтың ұйытқысы таза түркі нәсіліне қаңлы мен қыпшақ дейді. тарихшылардың көбі қазақтың құрамалығында дәлел қылып қазір қазақ руларының аттасы қаңлы, керей, қыпшақ, тама сияқты рулар қазақтың басқа түркі жұрттарына, мәселен стамбул түріктерінің, башқұрт өзбектерінің арасында барлығын келтіреді. қазақ тарихын жазған Жолошников қазақ ескі жұрт емес, 15 ғасырда әртүрлі түркі моңғол тұқымдарынан құралған деген пікірді қуаттайды. мәселен шоқан уәлиханұлы өзі қазақтың құрама жұрт екенін 14-15 ғасырларда ғана жұрт болғанын айтады дейді. Жолошников мұның шоқанның өзі қазақ деген болмаса, шоқанның пікірде қазақ құрама берде жұрт болған деушіден қосылдан басқа өз деген жағына тапқан дәлелдері жоқ. Жолошников шоқанның басқа
Григорий Веленов, Мейер Красновский, Радул Ибрагимов Веселовскийден пікірін қуаттайды. Олардың көбі бірінің пікіріне бірі қосылып отырған, көбі Білемен Зерновтың бағытының екенін, Шелудников антропологтердің Ивановский, Корузин, Шугуновтың қазақ құрамасы себебі қазақтың бәрінің түркі түрі бірдей емес деген келеден көрсетеді. Қазақты антропология жолымен зерттеушілердің бірі 19 ғасырдың аяқ кезіне кіріскен қазақтың түрі бірдей емес өз құмалығына дәлел болғанымен қашан құралғаны кәмескі жұрт еместігіне дәлел бола алмайды. Өйткені қазақ зарында бір ақ тұқымынан болса да қазіргі түрінде түрлілік болмай қоймас еді. Ата да түркіден бөлмей тұрған заманда да соңында да өз алдына жұрт болып тұрған заманда да қазақ жауынгер ел болып кез келген жұрттың бәрімен соғыса бергені анық. Соғыста жеңген елдерін шауып алып жетім-жесірлі олжа қылып ұлын құл қызын күң етіп жүргені де мәлім. Қазақтың бұрын хандар батырлар билері жеңген елдермен қағатын қалмағанда кемде-кем жаугершілік басылып бейбітшілік заман орнағаннан бері де қазақ көршілес ноғайдан башқұрттан қыз алып құда болуы аса көп болмаса да бірсыпыра бар. Мәселен құмдайдың көбірек бері жетісу семей облыстарында бұл облыстарда шала қазақ деп атанып келе жүргендердің бәрі ноғаймен хан араласқаннан болған. Түркістан қазағы арасында көп болмаса да сарттан өзбектен қыз алып араласқандық бар. Өткен бір-екі ғасырдың ішінде солдаттан қашып қазақ арасында келген саудамен жүріп қазақ арасында тұрып қалып қазақ болып кеткен ноғай башқұрттар Түркістан Бұхарадан шығып қазақ арасына сіңіріп кеткен қожа молдары болған. Осы айтқандардың бәрін қорытқанда қазақ ханы өзгелердікімен араласып аз да болса түріне өзгешелік кіргізгені анық болса керек. Әлгі айтқандардың бәрі қазақтың бір аймағында я бір руында ғана болмай әр елінде әр жерінде болғандықтан қазақта антропология жағынан сынаушылар мұндай түрлер кез келе беруі мүмкін. Қазақтың түрінде осындай түрлілікті тауып алу олар қазақ құрама жұрт деген пікірге келуі де ықтимал. Бірақ бұған қарап қазақтың 15 ғасырда ғана құлдыралып жұрт болған деуге келмейді. Қазақтың құрамалығы ескі жұрт екендігіне қарсы дәлел бола алмайды. Қайта құрама бола тұрып күнде тілімен жұрт болған дау келмейді. Қазақтың құрамалығы ескі жұрт екендігі қарсы дәлел бола алмайды. Тілі өзінен қазақ ескі жұрт екендігі кейін қаузалғанда қазақ екендігі ұсталады. Қазақ ескі жұрт екендігі дәлел қылып Левшин Фирдауси пікірін қолдаса, Орта Азияны зерттеуші атақты ориенталист Герман Фамилия Етаусиде айтып болған. Қосымша 10 ғасырда қазақ жайына жазған Константин Феров-Родник сөзіне ортаға салады. Қазақтың ескі қаттыға бір тұқымынан өрген жұрт екендігі осылар көтеріп, оның үстіне өз пікірінде баяндайды. Бамбери Каспий теңізінен Алтайға, Оралдан Тянь-Шаньға дейін жайылып жатқан қазақ даласында қазақ руларының тілінде, мінезінде, құлқында, әдетінде, ғұрпында ешбір айырма жоқтық, бәріңкіне бірдей елек, қазақ жұрты бірыңғай бір тұқымда жұрт екендігін дәлелі дейді. Қазақ ескі жұрт, 15 ғасырдан бері ғана құралып ел болғаны туралы. Тайшылар арасында талас көп болса да қазақ алтын ордадан бөлініп шығып, осы күнгі қазақ атанған түрлі руларын құрғандығы көбі даусыз бірігеді. Шыңғыс хан дәуірлеп ешкімнің беті қайтпай соғысқан елдердің бәрін жеңіп қылыштан қан тамып тұрған заманда үлкен баласы Жошыға ол кезде Еділ Жайық арасын мекен ететін Қыпшақ елін берген. Содан кейін Қыпшақ Жошы елі Жошы ұлысы атанған Дешті Қыпшақ деп те аталатын болған. Жошы өлген соң Шыңғыс хан Жошы елі Дешті Қыпшаққа бір баласы Батуды хан қойған. Қыпшаққа жүргізерді Батуға Шыңғыс алтындаған ақтау көтеріп беріп билеген елінің Дешті Қыпшақ алтын орда аталсын деген екен. Тарихта Қыпшақ мемлекетінің алтын орда аталатын себебі сол 3 ғасыр бойы дәурен сүріп дүркіреген бүкіл Россияның өзіне қаратқан Орта Азияның көп жерлерін иеленген алтын орда 15 ғасырдың аяғы шенінде құлауға айналып бір-екі есе кете бастағаннан кейін қоластындағы елдер тозып бытырап, солардың бірі тайпасы қазақ бөлініп шыққан. Қазақ ескі жұрт дейтін тарихшылардың бірі Левшин жазды. Қазақ Азияда ежелден бері белгілі жұрт болып жатқан түркі руларының бірі. Ескілеген айманда да қырғызға да өзімен тектес елдердің бәріне де еріспейді. Қазақ Шыңғыс ханның қол астында қарап арасында ішінара кейде өзінің де хандары тұрады. Алтын ордадан бөлініп шыққаннан кейін 15 ғасырда қазақ өз алдына жеке жұрт болды. Ол кезде қазақтың Арыстан деген ханы болыпты. Арыстан заманында қазақ хандығының күштілігі сондай соғысқа бірден 400 мың әскер аттандыруға шамасы келеді екен. Осындай деп Индияға белгілі моңғол мемлекетін қорған Бабыр патша жазады дейді Левшин. Бабыр күшейіп тұрған шағын Бабыр өз кезімен көрген дейді. Міне сол кезде алтын ордадан тараған елдердің көбі өз еркімен қазаққа қосылған. Қазақ олардың бір сыпырасын күшпен қосып алған. Осы күнгі қазақ рулары аталып жүрген Қыпшақ, Найман, Қоңырат, Жалайыр қауымы сол кезде келіп қазаққа қосылған дейді Левшин. Қай тарихшы болса да
қазақтың осы күнгі руларына қаңлы қыпшақ, арғын, найман, керей, дулат секілділерді қазақтың аты шықпастан бұрын мәлім болғандығын ыспаттайды. Ескіден қатта айтсадан бұрын һәм кейін түркінің түркі болып кемеліне жетіп тұрған замандарында да өз алдына ел аталып жүргенде әлгі рулар қалайша соңғы 4-5 ғасырдың ішінде ғана өздерін қазақпыз, қазақтың руларымыз деп кетті. Мұның мәнісін қанағаттанарлық қылып бұл күнге шейін тарих анықтаған жоқ. Қазақтың 300-ге бөлінуі һәм алаш атануы. Қазақтың 300-ге қалай бөлінгені, не себептен алаш атанғаны туралы халық аузында ертегі секілді сөздерден алып тарихшылар мынаны жазады. Дәл қай заманда екені белгісіз бұрынғы қазақ хандарының біреуі елінің 3 баласын бөліп беріп, үлкеніне тигенін ұлы жүз, ортаншысына тигенін орта жүз, кішісіне тигенін кіші жүз деп атаған екен дейді. Тағы бір ертегі қазақтың 6 рудан бөлініп шыққаннан кейінгі хандар Жәнібек, Керейден соң болған хандардың біреуі Ахмет хан әскерін ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз деп 3-ке бөліп қалмақпен соғысқан. Сонда Ахмет ханның әскері қалмақты шаба берген соң қалмақтар Ахмет ханға Алаша деп ат қойыпты. Алаша деген сөз қалмақша мейірімсіз қанішер деген мағынада болса керек. Ахмет хан қалмақ бұл атты қорыққан соң қойды. Енді қалмақты шапқанды алашалап шабыңдар деген соң қазақтар алашалап шауып сол қазаққа ұран болыпты. Алаш болғанда қалашы, бұл хан болғанда қалмаққа не қылмақ деп қазақтың алақтануы сол кезде шәкәрім. Қазақтың не себептен алаш, не себептен қазақ 300 атанғанын баяндайтын бұлардың басқа ертегілері бар. Олардың жазуды қажет көрмеді. Бұл туралы ертегілердің көбіне мағынасы бірін-бірі қайшы, бәрі орысқанда да әзір анық дәлел болып шыққандай емес. Бірақ мұндай ертегілер қазақтың аты-тегін зерттеушілер ойда қалдырарлық жері бар. Мәселен, қазақ алаш қалайда болса бір кісі ру басы емес екені рас-ау. Әйтпесе бірін-бірі қайшы келе берсе де көптеген халық аузында сөйленіп ертегі болып жүргенде қарағанда қазақ алаш сөздерінің түбінде бір көмескілік бар ғой дегізетін тарихшылар мұндағы ертегі сөздерін де ескерусіз қалдырмай түбінде салсырақ орта келе бір дәлелді заңды шығаруға болар деген үмітпен жинап жазады. Бірақ әлі күнге шейін мұндай сөздер қолданып бір нәтиже шығарған жоқ. Жоғарыда айтылғандай алаш қазақ ұраны болып қалғаны мәнісі ақылға қонып тұр. қазақ алаш яки алаша деген атты хандардың біреуіне қалмақ қойған екен деп жүрген болса, оның үстіне қалмақ тілінде алаша деген сөздің мағынасы қазақтың бұрыннан оқылып жүрген дәл. Бұл ертегінің қисыны ретінде қараймын, халықтың санына қараймын, әскерде 3 бөлінгенде ме, я бір ханның қазақтың 3 баласына бөлініп бергені ме, әйтеуір 3 тапқа айырылғандықтан 300 аталғандығы анық болса керек. Қырғыз қазақпен туыс, тіл, тұрмыс жағынан өзге түркі руларына жақын екенін тарихшылардың көбі ыспаттайды. Бірақ қазақ пен қырғыздың арасында аз да болса айырма бола тұра. Не себептен екені белгісіз. Қырғыздар да өздерін алашпыз дейді. Алаш қазақ ұраны болып кеткен сөз болса, бұл ұранға қырғыздар қалайша кем, қашаннан бері ортақ болғаны белгісіз. Қорытынды: қазақ-қырғыздың аты кем һәм қашаннан бері өз алдында жұрт болған туралы жоғарыда жазылғандарды оқырда айтқан шығарған нәтижеміз мынау. Қырғыз ежелден қырғыз атағын айтадан бұрын неше ғасыр өз алдында жұрт болған қазақпен туысы, тілі, қонысы, әдет-ғұрпы, салтанасы бірдей. Жауынгер түркі қауымдарының бірі. Қазақ пен қырғыздың арасында тіліндегі болмашы айырма болмаса еш бөтендігі жоқ. Қазақ 10 ғасырдың ар жағында көп заман бұрын өзінің хандары болып өзін-өзі билеген ежелден қазақ атанған түрік жұртының бірі тарауы. Қазақ 17 ғасырдың аяғында әртүрлі түркі руларымен қосылып көбейіп тағы да бөлек жұрт болып сыбайлас жұрттарының көбімен соғысып бірде жеңсе бірде жеңіле келіп 18-19 ғасырларда Россияны бағынғаннан кейін еркінен айырылған жұрт.